Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзы Сейтқазыұлы. Бүгін осы видеороликті мен мынау қант диабеті екінші типпен ауыратын адамдарға арнағым келеді. Егерден сіздің қантыңыз қаныңыздағы жоғары болатын болса, болмаса осы сахарный диабет деген диагнозды қойған болса, болмаса преддиабет деп айтады ғой, мынау инсулинорезистентность деген диагнозды қойған болса, онда осы видео сіздерге арналады. Және де мынау сахарный диабетпен ауырып қалам ба деп ойланып жүрген адамдар үшін өте маңызды видео болады. Өйткені алдын ала қандай симптомдар болады, сол туралы да айтатын боламын. Сол себепті осы видео өте маңызды. Соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, каналға міндетті түрде тіркеліңіз. Ал мен бастаймын. Көріп отырғандарыңыздай, міне мынау біздің ұйқы безіміз. Ұйқы безіміз осындай көрініске ие. Бұлай жақындасып көрсетейін, иә? Мына. Қараңыздар. Именно осы ұйқы безінде бізде инсулин деген гормон бөлінеді. Инсулин гормондары ұйқы безінің бета-лангерганса деген клеткалар бар. Сол жерде бөлінеді. Жалпы сахарный диабет екіге бөлінеді, білесіздер ғой, бірінші тип және екінші тип. Бірақ 90% жағдайда адам бәрінде, көбісінде мынау сахарный диабетінің екінші типімен ауырады. Бір оқиға айтып кетейін. Алдында бір пациент келді маған, науқасым келіп, жаңағы анализ тапсырған етін, ауырып келді. Жаңағы ішім ауырды деді, асқазаным ауырды деп келді. Сонымен неге жібердік анализға. Анализ тапсырып келгеннен кейін результаттарын қарасам, сахары өсіп кеткен, сахары 7, тағы бір рет тапсырған кезде 8-ге дейін өсіп кеткен. Ол дегеніміз ашық қаранға натощак деп айтады, орысшасын айтқан кезде. Сіздер егер ашық қаранға анализ тапсыратын болсаңыздар, сахарға уровені көтеріліп тұрған болса, мысалға кешке қарай дұрыс тамақ ішкен жоқсыз, азан мен таңертең суда ішкен жоқсыз, тамақта ішкен жоқсыз, жаңағы зертханаға бардыңыз, қаныңыз тапсырдыңыз, сол жақта сахарыңыз егер 8-9 болып көрсетіп тұрған болса, онда сізде сахарный диабетке уже подозрение басталды деген сөз. Қант диабетіні анықтау үшін не істеу керекпіз? Бірінші осы сұраққа жауап берейін. Сіздер қант диабеті сізде шынымен де бар ма, жоқ па екенін нақты дәлелдеу үшін зертханаға барып анализ тапсыру керексіздер. Маңызды бұл жерде мынау сызып айтатын екі анализі бар. Бірінші анализі бұл уровень сахара в крови деп айтатын, орысшадан алған кезде. Біздер қантымыздың мөлшерін қан арқылы тапсырып білу керекпіз. Биохимический анализ крови мен сахарына глюкозу деп айтасыздар. Қанттың деңгейін білгім келеді деп айтасыздар. Екінші анализі бұл гликированный гемоглобин деп аталады. Осы екі анализбенен сіздер қант диабеті сізде бар ма, әлде жоқ па біле аласыздар. Қазір мен нормасын айтатын боламын. Сіздердің сахарларыңыз, қант мөлшері, қан тапсырған кезде биохимический анализ кровидан 6-да 1-ден аспау керек. Ең әдемісі ол 4,5-5 болған дұрыс. Егердем сіздер қандарыңыз 6-да 1-ден асып жатса, миллимоль на литр деп айтады. Онда демек 6-да 1 дегеніміз бұл пороговый сахардың соңғы баспалдағы деп айтсақ болады. Егер 6-дан 1-ден асатын болса, ол сахарный диабет екінші типі сізде басталып келе жатыр деген сөзді беруі мүмкін. Екінші анализіміз бұл гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобиніңіз 4 немесе 6 болып тұру керек. 6-дан асатын болса, бұл дегеніміз нақты сізде сахарный диабеттің, қант диабеттің екінші типі положительный, то есть сіз осы аурумен ауырасыз деген сөзді білдіретін болады. Оқиға айтып кетейін. Менің пациенттерім көп болған соң, көбісін мен анализдарға жіберемін. Анализдарында кейбіреулерінен осындай сахарный диабет шығып жатады. Гликированный гемоглобиніне қарасаңыз, 6-ның орнына 8 немесе 9 көрсетіп тұрады. Ал қантының мөлшері тапсырған кезде 8 немесе 10-ға дейін болуы мүмкін. Осындай жағдайларда сіздер сахарный диабет сізде бар ма жоқ па біле аласыздар.
қант диабеті ненімен қорқынышты дейтін болсаңыздар, егерде сізде қант диабеті болатын болса, ол біздің ағзамызға кері әсерін қатты тигізеді. Біріншіден, сіздердің қан тамырларыңыздың бәрі зақымданатын болады. Ол дегеніміз мынау көз аурулары, ретинопатия деп айтады біздің медицинада. Ретинопатия дегеніміз мынау глазок болса, көзіміздің ішіндегі қан тамырлары жарыла бастайды. Микрогематомалар, неше түрлі микроразрывтар шыға бастайды, сол кесірінен көзіңіз төмендетіп кетуі мүмкін. Мен оқиға айтып берейін. Бізде жұмыс істейтін бір коллегамыз, өзі жасы кеп қалған кісі, сахарный диабеттен кейін бір көзі наотказ көрмей қалды. 3-4 операция жасаса да көзі зрениесі восстановиться етпеді, қазір бір көзі соқыр. Сол секілді тек қана көзді алмаймыз, бұл жерде ми да бар. Егерде сахарный диабет болатын болсаңыз, сіздерде қан тамырларыңыздың интимдары әлсірей бастайды. Ол не дегеніміз? Көріп тұрғандарыңыздай, егер мынау ручканы, мен образын айтып жатырмын, қан тамыр қып алатын болсақ, осының мына ручканың ішінде қан жүгіретін болса, мынау ручкаңыз енді ойлап қараңыздар, өте мынау салафаннан жасалған ручка деп қараңызшы, мынау қатты болып тұр ғой. Здоровый адамның қан тамырлары осындай қатты болады және жұмыс істеп тұрады бүйтіп, эластичный болып. Ал сахарный диабетпен ауырғандардікі осындай қан тамырлары жіңішкеріп, жұқарып кетеді. Өйткені қант мына структурасын бәрін құртады сосудтарының. Егер осындай сосудтарыңыз миыңызда болатын болса, слабый болатын болса, ол жарылып кетеді. Күндердің күнде жарылып кетіп, инсульт алып қалуларыңыз мүмкін. Сол секілді параличтарға неше түрлі алып келеді инсульттар, білесіздер ғой, инсульт аурулары. Сахарный диабет второго типа бар адамдарда риск бар. Біріншіден артериалдық давлениялар көтеріледі, сосудтармен өңкей проблемалар басталады, варикозное расширение вен деп айтады, мынау тамырлар ісініп кетеді аяқтарындағы. Содан кейін инфаркт болуы мүмкін, жүректері, қан тамырлары жүректеріндегі әлсіз болғандықтан инфаркт алып қалуы мүмкін. Болмаса нефропатия деген зат бар. Мына біздің бүйректеріміздің каждый клеткалары дұрыс жұмыс жасамай бастайды, өйткені бұл жерде мынау қанттың деңгейі көп болғаннан кейін қанымыз өте қатты қоюланып кетеді. Содан кейін нефропатия басталады, бүйректеріңіз дұрыс функциясын жасай алмайды, дұрыс суды реабсорбция жасай алмайды, сора алмайды дұрыс суды, және де шығара алмайсыздар суды. Ағзада көп су қалып кетеді, сініп бастайды адамдар. Сонымен қатар көптеген метаболический проблемалар, ол мынау қалқанша безімен проблемдер басталады. Гангрена болуы мүмкін, диабетическая стопа деген бар, аяқ қолдары шіріп бастайды адамдардың. Осындай жаман, барлық жаман заттарға осы именно сахарный диабет екінші тип алып келеді. Ал енді сіздерде шынымен сахарный диабет бар ма жоқ па, қалай біле аламыз? Қазір мен симптомдарын айтамын. Біріншіден, сахармен ауыратын адамдардың қатты шөлдейтін болады. Қатты шөлдегеннен кейін көп су іше береді. Мен оқиға айтып кетейін, бір пациентім айтады. Мен дейді, жазда 5 литр суды ішіп қоямын дейді, 2-3 сағаттың ішінде. Анализ тапсыртқызса, сахарный диабет положительный шыққан. Өйткені біздің ағзамыз сахар пайда болғаннан кейін қан қоюланып кетеді ғой. Дұрыс қой, өйткені сахар клеткаларға кірмейді, қан қоюланады. Сол себепті ағза компенсаторлы механизм ретінде, компенсация ретінде бізге су сұрайды, көптеген су қажет етеді. Сол себепті адам су іше береді. Ал су ішкеннен кейін екінші симптом басталады. Ол полидипсия болмаса полиурия деген заттар бар. Ол дегеніміз көп жаңағы кіші дәретке шыға береді, мочегонить ете береді, суды ішеді, туалетке бара береді. Үшіншісі нектурия деген симптом бар. Ол дегеніміз түнімен туалетке барып шығады, кіші дәретке, туалетке баратын болады түніменен. Содан кейінгісі семіруі мүмкін, салмақ қосады, қарны көп ашатын болады, энергиясы жетпейтін болады, өте әлсіз болады. Қолдарын кесіп алса, тілінген жері өте ұзақ жазылады да, тез жазылып кетпейді, тез бітіп кетпейді қандар. Осындай симптомдар пайда болып бастайды. Ең бірінші көзге түсетін симптом ол мынау зрениялары дейді ғой, мынау көзінің
көруі төмендейді да, және ауыздары құрғап постоянно су іше беретін болады. Сол кезде уже түсінуіңіз мүмкін, значит сахармен проблема болуы мүмкін деп. Ал енді қант диабеті екінші типпен емделіп кетуге болады ма? Осы сұраққа жауап берейін. Иә, болады емделуге. Ол үшін арнайы диеталарды ұстау керек, және де арнайы дәрілерді қабылдау керек сіздер. Егерден бәрін дұрыс жасайтын болсаңыздар, осы қант диабетінен арылуыңызға болады. Ал енді қант диабетінен арылу үшін не істеу керекпіз? Осы сұраққа жауап берейін. Біріншіден, кето диетаны ұстау керексіздер. Кетогенная диета деген. Мен сол туралы кітап жазғам, осы описаниясынан оқып шықсаңыздар болады. Содан кейін, егер артық салмақ болатын болса, артық салмақпен күресу керексіздер. Үшіншісі, препараты хрома деген бір хром препараттарын қабылдау керексіздер. Қазір неше түрлі химический дәрілер шығып жатыр, сахарный диабетке қарсы. Бұларды ішетін болсаңыз, сіздердің холестериндарыңыз жоғарылап кетуі мүмкін. Холестерин жоғары болса, оның бәрі біздің сосудтарымызға, қан тамырларымызға әсер етеді. Сол себепті мен бұндай препараттардан онша жақсы көрмеймін. Препарат хроманы қолдансаңыздар болады. Бірақ ең бастысы бұл жерде дұрыс тамақтану керексіздер. Мен осы видеоның описаниясына қалай сахарный диабет кезінде тамақтану керек деген файлды, бірақ орыс тілінде, егер орыс тілін білетін болсаңыз, сол файлды жүктеп оқып көріңіздер. Сахарный диабет кезінде қалай тамақтану керек, бәрі сол жерде жазылған. Ал енді сахарный диабет екінші кезінде немен тамақтануға болмайды? Осы сұраққа жауап берейін. Ол дегеніміз, қысқаша айтып кетейін, бүткіл сахарлы заттарды болмайды. Рафинированный углеводтар, көмірсулар болмайды. Ақ нан, қара нан, ешқандай напитоктар, соктар, жоғары көмірсулы заттар, осының бәрін рационнан алу керек боласыздар. Егер алмайтын болсаңыздар, онда сахарларыңыз күшейе беретін болады. Ал қазір мен топ 3 продукт айтатын боламын. Қанттың деңгейін түсіретін. Ол біріншісі имбирь. Имбирь біздің инсулин резистентностімізға жақсы әсер етеді. Сол үшін имбирьмен шай ішіңіз. Содан кейін зеленый чай, көк шай біздің инсулинімізді түсіруге көмектеседі. Және корица деген зат бар. Осы корицаны тамаққа қосып қолдансаңыздар болады. Осы 3 зат арқылы сіздер кішкене болсын сахарларыңызды түсірсеңіздер болады. Егер осы сахардан айырылғым келеді дейтін болсаңыз, мен консультацияма жазсаңыз болады. Ол үшін экранда көріп тұрған номерға, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Ал егер осы қант диабет туралы толығырақ тағы видео қарайтын болсаңыз, қосымша онда төбесінен ссылка жазып қойдым. Ол ссылкаға бассаңыз, сол видеоға өтіп көре аласыз. Өте маңызды видео, қарап шығыңыз. Егер осы видео қызық болған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздер болған мен, дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Сау болыңыз.